Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзімнің бала кезден сүйіп жейтін тәттім қытырлақ бафлидің рецептісін ұсынғым келеді. Бұл бафлиді дайындау үшін арнайы бафельница қажет. Егер сіздерде сондай бафельница болса, менімен бірге дайындауға шақырамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына кепілдік беремін. Бафлиді дайындау үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет, 5 жұмыртқа, ұн қажет, және де қант қажет. Барлығының құрамын видеоның астына қалдырамын. Жұмсақ сары майдың үстіне аз-аздан қантты сала отырып, миксермен араластырамыз. Шамамен 3 минут өткенше араластырамыз. Сары майымыз ағарып, қантымыз кішкене болсын еруі керек. Одан соң 5 жұмыртқа саламыз. Барлығын салып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі болғаннан кейін ұн саламыз. Ұнды електен өткізген жақсы. Тағы да миксермен араластырамыз. Ешқандай да қорсытқыш, ас содасын қосудың қажеті жоқ. Тек қана ең соңында шым-шым корица немесе ванилин салуларыңызға болады. Бафельницаны жақсылап қыздырамыз. Мен үлкен қасықпен саламын. Жауып қызарғанша ұстаймыз. Алып трубочкаға орасаңыздар болады. Мен қолыммен ораймын. Осылай оп-оңай болып піседі. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Арасына вареная сгущенка салуларыңызға болады, немесе крем жағуларыңызға болады. Барлығы да өз қалауларыңыз бойынша. Қытырлақ әдемі болып піседі. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде пікір қалдырып лайк басып қойыңыздар, және де каналға тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.